Сәлем қыздар, бүгін осындай өте дәмді, ішінде сыры толып тұратын, сондай сочный хачапури дайындаймыз. Қамыр үшін апара дайындаймыз. Ол үшін жылы суға тұз, қант, дрожжи, оливковый майды қосып, 10-15 минутқа демалуға жібереміз. Начинкасына сырды теркадан өткізіп, бір жылтоқты қосып, осындай домалақ шарик дайындаймыз. Одан кейін үстіне жағатын осындай кремін дайындаймыз. Оған сметана, бір жылтоқ қосып араластырамыз. Ұнымызға дайын болған апараны қосып, осындай жұмсақ қамыр илейміз. Оны 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған нанымызды алып, осындай пергамент немесе осындай силиконовый ковриктің үстіне жайып, ортасына жаңағы домалақ шарик начинкамызды салып, сол домалақтың жан-жағын осылай түйетін боламыз видеодағыдай. Түйілген домалақ қамырымызды алып, қайтадан сол ковриктің үстіне қоямыз да, үстінен мыжып-мыжып оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып шығамыз. Дайын болған хачапуридің үстіне осылай дайындаған смазкамызды жағып шығамыз. Одан 50 грамм сырды алып қалған болатынбыз. Сол сырды үстіне жайып шығамыз. Одан кейін бұл хачапуриді 15-16 минуттай 200 градуста қызып тұрған духовкада пісіреміз. Осындай румяный, әдемі, сочный хачапури шығады. Қыздар, істеп көріңіздер, үйдегілеріңіз, жолдасыңыз осы хачапуриді күнде сұрайтын болады. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік. Ұнады деген ойдамын. Пока-пока.